Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе гуманитарлық колледжінің психология пәндері оқытушысы Райгүл Тынышбайқызы. Бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырыбымыз түйсік және оның адам өміріндегі маңызы деп аталады. Түйсік қандай процесс деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол дүние туралы білімдердің бастауы және ағзамызда дәл осы сәтте не болып жатырғанын хабарлайды. Біздің қоршаған орта жағдайына икемделуімізге және өз іс-әрекетімізді жинақтауымызға мүмкіндік береді. Қарапайым, бірақ өте ерекше осы танымдық процесс түйсік деп аталады. Тақырып аясында біздер мынадай мәселелерге тоқталамыз. Түйсікке толық түсінік береміз. Түйсіктің физиологиялық негіздерін ашамыз. Түйсік түрлері және ерекшеліктеріне сипаттама береміз. Сондай-ақ түйсіктің негізгі заңдылықтарын айтамыз. Психологиялық әдебиеттерде түйсікке берілген анықтамаға тоқталып кетейік. Түйсік дегеніміз сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың және олардың қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болатын мидағы бейнелер. Түйсік қандай қызмет атқарады? Түйсік арқылы адам әсер етуші заттың не құбылыстың бар қасиетін сезе алады екен. Түйсіктер адамды айналадағы дүниемен байланыстырып, негізгі таным көзі ретінде қызмет етеді және солардың арқасында адамның даму мүмкіндігі ашылады. Түйсік басқа танымдық процестерге, мысалы қабылдау, ес, ойлау, қиялға негіз бола алады. Павловтың нерв қызметі туралы ілімі түйсіктердің пайда болуын анализатор немесе талдағыш деп аталатын анатомиялық, физиологиялық нерв аппаратының жұмысына байланысты түсіндіреді. Адамдар мен жануарларда көптеген анализаторлар бар. Олар 3 бөліктен тұрады. Біріншісі сезім мүшесі немесе рецептор деп аталады. Сезім мүшесі сырттан келген тітіркендіргішті нервті қозуға айналдырып отыратын жер. Екінші бөлігі ол миға баратын нерв талшықтары. Қозуды мидың түрлі бөліктеріне жеткізіп отыратын афференттік жүйкелер. Үшіншісі мидағы түрлі нерв орталықтары. Түйсіктің түрлерінің жіктемесінің негізін салған ағылшын физиологы Чарльз Шерингтон. Ол түйсіктерді 3 топқа бөледі. Оның біріншісіне тоқтала кетейік. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер. Олардың рецепторлары дененің бетінде немесе оған жақын орналасады. Осындай сыртқы анализаторлардың рецепторларын экстрарецептор деп атайды. Бұған көру, есту, иіс, дәм, тері түйсіктер жатады. Екінші түрі түйсіктердің ол ішкі мүшелеріміздің күйін бейнелейтін түрлі органикалық түйсіктер. Олардың рецепторларын интеррецептор деп атайды. Үшінші түрі дене мүшелерінің қозғалысы мен бір қалыпты орналасуын қозғалыс немесе кинестезиялық түйсіктер хабарлап отырады. Мұның рецепторы проприоцептор деп аталады. Енді осы түйсіктердің түрлеріне тоқталып кетейік. Көру түйсігі айналадағы заттардың пішінін, бедерін, көлемін, түсін, арақашықтық мөлшерін сол қалпында санада бейнелеуге мүмкіндік беретін жүйке қабілеті. Біздің көзімізге электромагнит толқындарының әсер етуі нәтижесінде пайда болатын түйсік. Зерттеу нәтижелері адам 7 түрлі спектрлі түсті және соның негізінде 10 мыңнан астам реңкті ажыра алатындығын анықтаған. Яғни біздің көру түйсігіміздің өресі мен диапазоны өте кең екендігін байқауға болады. Көз арқылы жарықтың қуатын, заттардың түр-түсін, үлкен кішілігін, алыс жақындығын біле аламыз және оның қозғалысын деп көре аламыз. Заттар мен құбылыстардың жеке сипаттарын санада айнытпай толық бейнелеу ол ең алдымен көру түйсігі арқылы жүзеге асады. Көру органы ол көз, ал көз туралы сіздер биология пәнінен жақсы білесіздер. Көру түйсігі арқылы адамдар түстерді қабылдайтындығын, көретіндігін айттығы. Бұл түстердің өзі екіге бөлінеді екен. Ахроматикалық түстер және хроматикалық түстер.
Ахроматикалық немесе бояусыз түстерге ақ, сұр, қара түстер жатады. Хроматикалық, яғни боялған түстерге барлық спектрлі түстер кіреді. Олардың өзі бөлінеді: негізгі түстер және қосымша түстер. Негізгі түстер қызыл, сары, көк түстер. Ал қосымша түстер осы негізгі түстер көмегімен алынатын түстер. Оларға мысалы күлгін түс, қоңыр түс деп алуымызға болады. Жалпы түстер адамдардың қабылдауына байланысты жылы түстер, суық түстер деп те бөлінеді. Көру түйсігі мәселесінде көру гигиенасына да тоқталу өте маңызды. Себебі біз болашақ мұғалім ретінде де осы көру гигиенасының талаптарын сақтауды оқушыларымызға үйретеміз. Көру гигиенасының талаптарының бастыларына тоқталып кетейік. Ол ең біріншіден мына кітапты оқығанда, қағазды жазғанда баланың көзі мен қағаз кітап арасындағы қашықтық. Оның ең тиімдісі 37 сантиметр. Одан кейін баланың жұмыс орнындағы жарық, яғни жарықтың мөлшері және жарықтың дұрыс орналасуы өте маңызды екен. Екінші мәселе ол үстелде немесе партада баланың дұрыс отыруы. Одан кейінгі үшінші нәрсе ол жүріп келе жатқан көлікте кітап оқуға немесе қазіргі уақытта гаджеттерді, планшеттерді қарауға болмайды. Одан кейінгі мәселе теледидар көргенде де, компьютер қарағанда да, немесе компьютерде жұмыс істегенде де уақытты шектеу, яғни уақытты сақтау деген мәселе өте маңызды. Көзге күш түсіретін еңбек түрлерімен айналысқанда да уақытты қадағалау өте маңызды болып табылады. Келесі түйсіктің түрі есту түйсігі деп аталады. Есту мүшесін тітіркендіретін ауа бөлшектерінің тербелістері ол дыбыс толқындары, есту мүшесі құлақ, түйсікті туғызатын дыбыстар. Дыбыс толқындарына байланысты есту түйсіктерінің үш жағы болады. Ол дыбыстың жоғарылығы, дыбыстың қаттылығы және тембрі. Біздің құлағымыз 1 секунд ішінде 16 герцтен 22.000 герц ішіндегі дыбыс толқындарын сезе алады екен. Жиілігі бұдан асатын тербелістерді құлағымыз ести алмайды. Өйткені бұлар өте жіңішке ультра дыбыстар. 16 герцтен төменгі дыбыстарды құлақ ести алмайды. Дыбыстардың мұндай түрін инфрадыбыстар деп атайды. Сонымен қатар түйсік туғызатын дыбыстар музыкалық, оған ән және музыка аспаптарынан шығатын дыбыстар және шулар болып жіктеледі. Бұлардың құлаққа жағымдыларын консонанс, жағымсыздарын диссонанс дыбыстары дейміз. Келесі ол дәм сезу түйсігі. Дәм сезу мүшесі ауыз қуысына түскен заттың дәмін қабылдайды. Дәм сезу рецепторлары тілдің ұшында, артқы бөлігінде, жиегінде, жұмсақ таңдайда, жұтқыншақтың артқы жағында орналасады. Дәм сезу рецепторлары тағамның химиялық құрамын жақсы сезеді. Тамақ заттары дәм сезу жасушаларының түтікшелерін тітіркендіреді. Қозу дәм сезу рецепторларынан тілге келетін жүйке талшық арқылы сопақша миға, одан ортаңғы мидағы көру төмпешіктері мен ми қыртысына беріледі. Тілде сезімтал рецепторлар біркелкі орналаспайды екен. Мысалы, тілдің ұшы тәттіні, артқы бөлігі ащыны, жиегі қышқылды, ұшы мен жиегі тұздыны сезеді. Келесі түйсіктің түрі иіс сезу түйсігі. Мұрын кеңсірігіндегі кілегей қабықтың клеткаларына түрлі химиялық заттардың әсер етуі нәтижесінде иіс түйсіктері пайда болады. Осы кілегей қабықтың таяқша тәрізді сезгіш клеткалары бар. Ауамен бірге мұрынға кіретін иісті заттар иіс мүшесінің сезгіш клеткаларын тітіркендіріп отырады. Иіс түйсіктерінің түрлері көп. Олар хош иіс, сасық иіс, өткір иіс және тағы басқалары болуы мүмкін. Бірақ бұлар әлі күнге дейін белгілі бір жіктеуге немесе классификацияға түспеген. Себебі оларды дәм түйсіктерінен ажырату көбіне бізге қиынға соғады. Сондықтан да біз көбінесе белгілі бір иістің атын атаудан гөрі иіс шығарып тұрған затты атаймыз. Мысалы, темекі иісі, түтіннің иісі, шөптің иісі деген секілді. Иіс түйсіктері адамның тұрмыс салтына, қызмет бабына қарай да ерекше дамып отырады. Иісті жақсы сезу зағип, мылқау, керең адамдарда ерекше жетілген.
Мысалы, олар бөтен адамдар. Иісті жақсы сезу зағип, мылқау, керең адамдарда ерекше жетілген. Мысалы, олар бөтен адамдарды, түрлі нәрселерді алыстан-ақ иісінен жақсы таниды екен. Мектеп оқушыларының иіс түйсіктерін тәрбиелеуде баланың айналасындағы заттарды жан-жақты танып білуіне кешенді қараған дұрыс. Мысалы, ауаның тазалығын дұрыс талғай білуге, орманның, гүлденген бақтың, шабындықтың хош иістерін, қарағай, шырша ағаштары шайырының жұпар иісін сезетіндей мүмкіндік туғызу қажет. Оқушылардың бұлардың қайсысы пайдалы, қайсысы зиян екенін, мысалы, бұзылған тамақ иісі, иіс тигізетін газ, түтін және тағы басқаларды айыра білуіне көмектесу қажет. Келесі түйсіктің түрі сипап сезу түйсіктері деп аталады. Адамдардың еңбек әрекетінде ерекше орын алатын түйсіктің түрі. Бұның екі түрі бар: пассив сипап сезу және актив сипап сезу. Пассив сипап сезу түйсігіне тері түйсігі түгелдей кіреді. Актив сипап сезу тері және қозғалыс түйсіктерінің ұштасып келуінен көрінеді. Актив сипап сезу түйсігінің рецепторы адамның алақанында, саусағында орналасқан. Осы түйсік әрекеттің нақтылы бір түрінің ықпалымен күшті дамып отырады екен. Сипап сезу түйсіктері жалпы еңбек процесінің ұсақ-түйек ерекшеліктерін меңгеруде, мектепте оқушыларды қол еңбегінің дағдыларына үйретуде, сондай-ақ зағип, мылқау, керең адамдардың тіршілігінде ерекше орын алады. Келесі түйсіктің түрі бұл органикалық түйсіктер. Органикалық түйсіктер адамның органикалық қажеттіліктермен тығыз байланысты. Органикалық түйсіктерге қарын ашу, тою, шөлдеу, шаршау, жүрек айну, тұншығу, дененің қызуы, жүрек және тыныс алу мүшелерінің қызметіне байланысты туатын сезімдер мен ішкі органдарда пайда болатын түйсіктер жатады. Жалпы органикалық түйсіктер адамның көңіл күйіне ылғи да әсер етіп отырады. Осы орайда тойған жалтырайды, тоңған қалтырайды деген мақал организмдегі органикалық түйсіктерге байланысты айтылған болуы қажет. Келесі түйсіктің түрі бұл вибрациялық түйсіктер. Вибрациялық түйсіктер қозғалған дененің ауаны толқытуын бүкіл өн бойымызбен сезінген кезде пайда болады. Вибрация латын сөзі, қазақша діріл деген мағынаны білдіреді. Негізгі анализаторлары, яғни түйсіну мүшелері сау адамдар көбінесе өздерінде бұл түйсіктердің болуын байқамайды екен. Көзі, құлағы, тілінен бірдей айырылған адамдарда әсіресе вибрациялық түйсіктердің қандай маңыз алатындығы жақсы білінеді. Енді келесі мәселе бұл түйсіктердің негізгі заңдылықтары. Түйсіктердің негізгі 5 заңдылығы бар: сезгіштік және табалдырық, адаптация, сенсибилизация, синестезия және бірізді образдар. Адамның түйсіне білу қабілетін сезгіштік деп те атайды. Сезгіштік абсолюттік және айырма сезгіштік деп екіге бөлінеді. Абсолюттік сезгіштік дегеніміз сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштерді түйсіне алуы. Сезгіштік түйсіктің табалдырығымен тығыз байланысты. Мысалы, абсолюттік сезгіштік түйсік табалдырығына өте тәуелді. Ал абсолюттік табалдырық ол түйсік табалдырығының ең шегі екен. Абсолюттік табалдырық тітіркендіргіштердің болмашы ғана түйсік тудыратында ең аз шамасы. Кейбір адам алақанындағы 1 мм квадрат аумаққа түсетін салмақты 3 граммнан бастап сезеді. Ал екінші бірі осындай жерге түскен салмақты 6 граммнан бастап сезуі мүмкін. Бұдан соңғы адамның түйсік табалдырығы 2 есе артық, ал абсолюттік сезгіштігі 2 есе кем екендігі көрінеді. Егер тітіркендіргіштің шамасы табалдырықтан төмен жатса, онда түйсік пайда болмайды. Мысалы, адам денесіне қонған тозаңды сезе алмайды, көз ультракүлгін түсті көрмейді, құлақ әлсіз дыбыстарды естімейді. Өйткені осы тітіркендіргіштің бірде-біреуінде түйсік туғызатындай күш жоқ. Ал айырма сезгіштік деп сезім мүшелерінің тітіркендіргіш арасындағы болмашы айырмашылықты түйсіне алуын айтады. Айырма сезгіштікті сипаттау үшін де айыру табалдырығының мөлшері пайдаланылады. Мысалы, егер алақанға 100 грамм салмақ салып, оған тағы 1 грамм қосса, салмақтың артқаны сезілмейді. Біріншіден оны айыра білу үшін
салмақ арту керек, яғни 3-4 грамм қосу керек. Айыру табалдырығы түйсіктің әр түрінде түрліше болып келеді. Мысалы, жарықты айыратын табалдырықтың күші 100-ден 1-ге тең келеді. Яғни, мысалы, 100 шамдық жарыққа тағы бір шамдық жарық қосылса, онда жарықтың аздап та болса артқандығын байқауға болады. Сондай-ақ 100 кісі қатынасқан қорға тағы да 10 адам қосылса, қордың дауысы көтерілгендігін біз байқаймыз. Келесі заңдылық адаптация. Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуге байланысты өзгеріп отырады екен. Бұл құбылысты адаптация дейді. Адаптация құбылысы адам сезгіштігінің артуын немесе төмендеуін көрсетіп отырады. Жарық жерден қараңғы үйге кіру бізде қараңғылық адаптациясын туғызады. Жарық жерден қараңғы бөлмеге кіргенде көздің қарашығы 17 есе ұлғаяды екен. Бұл қарашықтан өтетін жарықтың мөлшері, яғни 17 есе көбейеді деген сөз. Соның арқасында 15 минуттан кейін қараңғыдағы көру сезгіштігі 200.000 есеге артады екен. Ал қараңғыдан жарыққа қарай сезгіштіктің өзгеруі жарық адаптациясын көрсетеді. Алғашқыда күн көзге шағылысып, көзіміз еріксіз жұмылады, бірақ 4-5 минуттан кейін көз бұған үйренеді де көздің көруі қалпына келеді екен. Иіс түйсіктерінде адаптация түрлі дәрежеде көрінеді. Мысалы, камфораның иісі 1-2 минуттан кейін сезілмейтін болса, горчица, нашатыр спиртінің иісіне де адаптациялану тезірек болады. Яғни адамдар алғашқы сәттен кейін бұл иістерді өте қатты сезіне алмайды. Яғни бейімделеді иістерге. Келесі заңдылық ол сенсибилизация немесе түйсіктердің өзара байланысы деп аталады. Сенсибилизация тек сезгіштіктің артуын ғана көрсететін құбылыс болып табылады. Сезім мүшелерінің біреуінің әсерінен басқаларының сезгіштігі артып отырады. Мысалы, көзге жеткілікті мөлшерде түскен жарық оның көру қабілетін арттырумен қатар, есту түйсігінің сезімталдығының артуына да себепші болады екен. Қызыл түс адамның ақ, қара түстерді дұрыс ажыратуына жәрдемдеседі. Түнгі ұшуға дайындық кезінде ұшқыштардың көздеріне 20-30 минут бойына қызыл көзілдірік киетіндері осыдан. Түйсіктердің өзара байланысының өте айқын көзге түсетіні бұл контраст құбылысы. Мысалы, айналасын ақ түске бояған сұр тікбұрыш айналасын қара түске бояған сұр тікбұрыштан күңгірттеу көрінеді. Ол не сіздерге алдарыңызға берілді. Ал осы сұр тікбұрыштың айналасын қоңыр түске бояса, ол жасыл тартады, сары түске бояса көгілдір болып көрінеді. Келесі заңдылығымыз бұл синестезия. Тітіркендіргіш сезім мүшелерінің біреуінде ғана түйсік туғызудың орнына сол сәтте басқа түйсіктердің пайда болуына да жағдай жасайды. Мысалы, кейбір адамдар біреудің сөзін естігенде бұған қоса түрлі дәмдер мен түстерді сезінуі мүмкін. Мұндай адамдардың бірі қызғылт түстен жылылықты, екіншілері көгілдір жасыл түстен суықты сезінеді. Түйсіктердің осылайша қосарланып жүруін синестезия дейміз. Синестезия түйсіктердің мөлшерден тыс дамығандығын көрсетеді. Бұл құбылыс негізі өмірде жиі кездесе бермейді. Келесі заңдылық бірізді образдар деп аталады. Тітіркендіргіш әсерінің тоқтағанына қарамай, аз ғана уақыт болса да түйсіктің өз күшінде қалатын кездерін бірізді образдар деп аталады. Бұлар көру, есту, иіс, дәм сезу, тактиль түйсіктерінде жиі кездеседі. Мысалы, адам 2-3 минут бойы шамға көз алмай қарап отырып, содан кейін көзін жұмса, жарықтың ізін айқын көре алады. Бұл бірізді образдардың оң бірізді образдар деп аталатын түрінің мысалы екен. Қолымызға 2 парақ ақ қағаз алып, бірін ақ күйінде қалдырамыз, екіншісінің ортасына шаршылап қиылған қызыл қағаз жапсырайық. Сосын осы қызыл қағаздан көз алмай 20-30 секундтай қарап отырып, көзімізді сәл ақ қағазға аударсақ, оның бетінен көгілдір түсті көреді екенбіз. Бұл теріс бірізді образдардың мысалы. Соңғы түс алғашқы қызыл шаршының теріс бірізді образы деп аталады. Түйсік тақырыбы бойынша басты мәселелерге тоқталдық. Енді сіздерге сұрақтар ұсынылады. Осы сұрақтарға мұқият назар аударып,
білімдеріңізді тексеріп көріңіздер. Суретке мұқият қараңыздар және мынадай сұраққа жауап беріңіздер. Суретте қандай рецепторлар арқылы ақпарат алу көрсетілген? Жауабыңызды дәлелдейсіз. Қарын ашу, тою, шөлдеу, шаршау, жүрек айну, тұншығу, дененің қызуы, жүрек және тыныс алу мүшелерінің қызметіне байланысты туатын сезімдер мен ішкі органдарда пайда болатын түйсіктер. Енді сұрақ: ішкі мүшелеріміздің күйін бейнелейтін түйсіктер рецепторларын атаңыз. 4 мүшесі түгел дені сау адамдарда бұл түйсік байқалмайды. Ауаның толқып тербелуін ол әлде қайда нәзік түрде түйсінеді екен. Ал адам есту қабілетінен айырылса, онда бұл түйсіктер оның тіршілігінде ерекше орын алады. Кейбір керең адамдар музыканы, әнді күшті ынта қойып тыңдайды. Өйткені олар дыбысты осы түйсіктер арқылы түйсінеді. Сұрақ: жоғарыда сипатталған түйсіктің қай түрі? Түйсік тақырыбына байланысты мынадай тапсырмалар сіздерге беріледі. Өзіңізді қызықтырған түйсік түріне теориялық зерттеу жүргізіп, мәнжазба, шағын жоба әзірлеңіз. Келесі тапсырма: түйсікті зерттеу мен дамытуға арналған психологиялық, диагностикалық жаттығулар мен әдістемелер жинақтау, зерделеу. Түйсік тақырыбымен толық танысу үшін және тапсырмаларды орындау үшін ұсынылатын әдебиеттерге назар аударыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.